Бәріңе сәлем достар. Бүгін біз штанга ілетін ілгіш жасаймыз. Көріп отырғандарыңыздай жимлеу жаттығуында және тағы басқа жаттығуларда ілетін ілгіш жасайтын боламыз. Өздеріңіз білетін мендегі турникте осындай ілгіш бар. Бірақ бұл ескіріп, ағаштан жасалған болғандықтан ескіріп, сынайын деп бір қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан біз бұны бүгін ауыстырып темірден жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осы темірді екіге бөліп, тазалап, жақсылап тозын кетіріп, тазалап болған соң оны екіге бөлеміз. Штанга ілетін екі ілгіш осыны бөлеміз. Міне бөліп болдық. Ескі темірден осындай темір жасап шығардық. Енді бізге екіншісі керек болады. Оны да бөлеміз. Міне екеуі дайындап алдық. Енді шет-шетін жектерін әдемілеп егеп, одан кейін ары қарай көрсетеміз. Міне достар, мына жерден екі жерден тесеміз. Бұлайнан бірінші бұны жабыстырып аламыз турникке, содан кейін мынаны барт етеміз. Сол екі шетінен тесіп шүріппен отырғызған. Тесіп алдық. Енді ары қарай осыны турникке жабыстырып, шүріппен ұрып, мыналарды дайындап қойған темірлерімізді осылайынан сваркілейтін боламыз. Алдыңғы ағаштан жасалған ілгішімізді алып тастаймыз. Және турникті тесіп аламыз. Міне достар, мынаны тесіп алдық алдын ала. Енді осыдан мына бетте тұрады. Мына шегені өткізіп, арғы шетке апарып барт етеміз. Осылайна мынаған істеп, мынаны бір-біріне біріктіреміз. Астына да дәл осылай біріктіреміз. Мынау кеше алдын ала дайындап алған нәрселерді осылайнан барт етеміз. Алда көрсететін боламыз. Міне достар, мына жақта тесіктен өтіп кетпес үшін осылайнан шайбы салдық. Мынау кешегі дайындап алған темірімізді салып, мынаны бір-біріне барт етеміз осылайнан қосып. Міне достар, барт еттік. Енді осыған мынаны осылайнан жалғайтын боламыз. Штанга ілетін қылып. Мынаны штанга ілмек. Астында тағы да упор дейді ғой, сондай жібереміз. Міне достар, мынаны барт етек деп адық. Осылаймен барт етіп, астына жаңағы айтқандай упор істейміз. Достар, мынаны барт етіп алдық. Енді бұған ауыр салмақтар түскен кезде сынып кетпес үшін астынан біз осындай шегені істесеміз. Көмекші ретінде астынан тіреп тұрады. Осындай барт етеміз. Міне достар, осылайнан барт еттік. Төбесі осылай.